Кешеде қазақ даласын борандар мен аңызақтар, жұт пен қасқырлар, сосын аздаған қазақтар жайлайтын. Қазақтың даласы төбелерден тұратын. Әр төбенің баурайында тілін жалаңдатып жұт жортатын. Әр төбенің әр жағынан қамшыдай суырылып шығып боран шықынатын. Әр төбенің астында қасқыр жататын. Сол көп төбелердің бірінің баурайында Отамалы деген қойшы өмір сүрген екен. Мұнақын болмады. Отамалы намаздыгерде келмейтін. Байеке, Отамалы намаздыгерге келмейтін. Ал бірақ бүгін Отамалы намаздыгерге келіп отыр. Отамалы намаздыгерде етігін жамайтын. Қойларын қайыратын. Қойларын түнгі өріске айдап шығуға дайындайтын. Дұрыс Байеке. Намаздыгерде Отамалы етігін жамайды. Ал Байекең намазын оқиды. Қарға ұясына кіреді. Бірақ бүгін Отамалы етігін жамаған жоқ. Қарға ұясына кірмей, қиналып біраз ұшты. Отамалыға киім керек дегендей, ертең күн суық болады, бүгін түн суық болады дегендей Байеке. Оны Отамалыға кім айтты? Оны Отамалыға батып бара жатқан күн айтты. Күн батып кетті ма? Иә. Ендеше Отамалы мазасызданбасын. Күн айтады да кетеді, ал Отамалы қойларын өріске шығару керек. Ол Отамалының қойларын айдасып апарып тастамайды. Отамалының үйінде ештеңе жоқ. Отамалыға қалың тон керек. Отамалыға көктем берілді. Отамалыға тамақ керек Байеке. Отамалыға жылы түн берілді. Отамалыға байпақты етік керек. Отамалыға бусанған жер берілді. Отамалыға жақсы ат керек. Отамалыға екі аяқ пен бір таяқ берілді. Отамалы түнде қойларды өріске шығармайды. Отамалы қойларды күндіз жаяды. Отамалыға 1000 жұлдыз берілді. Жұлдыздарды бұлт бүркейді. Отамалыға төбелер берілді. Төбелерді тұман бүркейді. Отамалыға жыралар мен сайлар берілді. Жыра сайларды қар жабады. Отамалының жағына жылан жұмыртқалап, тамағына тышқан індесін. Күн суық болады, түн суық болады. Қойларды жел ығып кетеді. Жоқ, Отамалы қойларды өріске шығармайды. Қазірден бастап Отамалы қойға кетеді. О, Жапан, мен айтарымды айтып болдым. Ендеше Жапан да болды. Айтты ғой саған, немене тіліңе тіреу, жағыңа сүйеу бол. Отамалы қойларын өріске шығарды. Ауылдан ұзап кетті. Таңға жуық ауа райы бұзылып жел басталды. Осылайша Отамалының боранда қалған арпалысы басталды. Жел, боран, қар жауып, жолдан адасқан Отамалы қойларды қалай болса да ауылға апаруым керек деп бағыттан адасады. Ен далада иті екеуі қасқырмен де алысады. Борандағы 4-ші күнде жаппай қойлардың қоздайтын уақыты екенін біледі. 5-ші күні Отамалы көптен күткен үлкен сұмдық басталды. Қойлар жаппай қоздай бастады. Қозылар дүниеге келе сала суықтан қатып жатты. Қайдасың? Қайдасың тас жүрексің боран? Буындырайын, мойның қайда? О тәңірі, не істегенің?
Не қылғаның? Көкегайы сенің айдарың жұлынсын. Қарғыс атсын сені Жапанбай! Уа қан тезер шел, уа тас жүрек боран. Басылыңдар, қараңдар мына жануарларға. Қасықтай қандары жібермесін. Тоқтаңдар, иттер!